Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелмей видеоларды көріп жүрген азаматтар, тіркеліп қойсаңызшы. Сізге ол ештеңе емес, зато менің еңбегімнің бағаланып жатқан, мен сіздердің тіркелгендеріңіз арқылы, мен видеоларымды бөліскендеріңіз арқылы көре аламын. Ол маған бір күш-қуат береді, осындай видеолар түсіруге. Келістік па? Сонымен сіз экранның ар жағында отырған азамат, подписканы бассаңыз, ештеңе етпейді. Бүгінгі тақырып: ипотекаға баспана сатып алып жатқан кезде сатушылар қандай құжаттар сіздерге беру керек? Немесе бір сіздің пәтеріңізге, үйіңізге ремонт жасайтын кезде қандай құжаттар жинайсыздар? Немесе сіздің бір халық банкінде ипотекаңызды отбасы банкіне қайтадан қаржыландыру кезінде, рефинансирование жасайтын кезде қандай құжаттар жинайсыздар? Сол жайында болмақ. Сонымен дәл осы видео сіздерге керекті. Соңына дейін көріңіздер. Видео ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар. Біз тақырыпты бастаймыз. Ең бірінші нарыққа тоқталайық. Первичный рынок. Дәл мына құжаттардың тізімін мен сіздерге орысша жазып қойдым, себебі кез келген құрылыс компаниясы қазір орысша сіздерге осы анықтамаларды береді. Сондықтан сіздер шатаспас үшін дәл орысша жазып қойдым. Ең бірінші құжат письмо от застройщика. Яғни сізге письмо, жаңағы құрылыс компаниясы, жеке құрылыс компаниясы сізге қағаз береді. Ол қағазда үйдің мекен жайы, жаңа строительный компанияның реквизит счеттары, жаңа ақшаны қайда аударады банк, сонымен қатар пәтердің шаршы метрі, пәтердің бағасы сондай жазылған, осындай письмо алып келесіздер. Екінші құжат свидетельство о регистрации юрлица, яғни құрылыс компаниясының тіркелген жөніндегі анықтама. Ол ТО болып тіркелді ма, ол АО болып тіркелді ма, сол жөнінде анықтайтын анықтама. Ары қаратай, решение и приказ о назначении первого руководителя или директора. Яғни ол компанияның учредителі қандай да бір бұйрық шығарады. Осы ТО-ның, осы АО-ның жаңағы директоры немесе руководителі бәленбай бәлен деген сияқты. Соның копиясын алып келесіздер. Және сол директордың удостоверениясының копиясы да болуы керек. Ары қаратай, доверенность. Если жаңағы ТО-ның учредителі қандай да бір тұлғаға доверенность жазып берген болса, яғни осы ТО-ның атынан сізбен келісімшартқа отыруға имеет право деген сияқты да, сол доверенностьтің копиясы. Және доверенный лицоның жеке куәлігінің копиясы болуы керек. Сонымен қатар үйдің құжаттары. Яғни мына жерге жазып қойдым, мен правоустанавливающие документы на квартиру деп. Яғни ол үйдің құжаттары акт прием передача болуы мүмкін, акт водоэксплуатация болуы мүмкін, техпаспорты, оның барлығын сіздерге строительный компаниялар ұсынады, көрсетеді, береді. Ары қаратай, форма 2 на квартиру деп жазып қойдым. Яғни квартираның жаңағы техникалық характеристикаларын көрсететін. Ол квартира басқа да бір жерде обременение тұрған жоқ дегенді анықтайтын справка, оны соннан алғызады. Оны строительный компания сіздерге өзі тапсырады. Сонымен қатар сіз жаңа бір МЖК, бір ЖК-дан үй алып жатсаңыз, сол ЖК қандай жерге салынды, сол жердің форма 2-сы. Форма 2 на земельный участок деп жазып қойдым. Яғни ол жер сол строительный компанияның өзінікі ма, жоқ арендованный ма, жоқ әлде басқа да бір жерде залогта тұр ма, соны анықтайтын құжат. Міне осы құжаттардың бәрін жинап келесіздер да, бірінші нарықтан үй алсаңыз болады. Бірінші нарық дегеніміз, яғни строительный компаниялардан алатын үйді айтады. Первичный рынок деп атады. Көрдіңіздер да, достар да? Сонымен екінші нарыққа көз жүгіртейік, қандай документтер жинайсыз. Екінші нарықтан үй сатып алсаңыз, ол жеке тұлғадан, яғни қандай да бір жеке тұлға сатып атқан, ол юрлицо емес. Сонымен ол кісілерден қандай құжаттар алып келесіздер. Ең бірінші үй иелерінің жеке куәліктері, ерлі-зайыптылардың әйелі күйеуі болса, екеуінің куәліктерін көшірмесін. Өнен кейін олар неке туралы куәліктер болса, неке туралы куәліктері. Егер олар неке бұзылған болса, неке бұзылды деген куәлік. Егер ерлі-зайыптылардың біреуі қайтыс болса, онда қайтыс болды деген анықтама алып келулеріңіз керек. Яғни жеке басын куәландыратын құжаттар. Үйді сатып атқан азаматтардың. Сонан кейін үйді сатып атқан азаматтың 20 сандық текущий счеты, яғни кез келген екінші деңгейлі банкке барады да текущий счет ашады. Яғни пәтерді сатып атқан ақша қай счетқа түседі, соны алып келеді. Счет. Көрдіңіздер да? Ары қаратай үйдің құжаттары. Ол договор купли-продажи болуы мүмкін, ол договор дарения болуы мүмкін, ол договор мены болуы мүмкін, ол договор передачи болуы мүмкін, тағы да басқа үйдің құжаттары. Онан кейін техпаспорт ол үйдің иесінде бар. Сонымен қатар справка форма 2 деп жазып қойдым, оны үйдің сатып атқан иесі соннан алады. Ары қаратай ескерту, егер сіз алып атқан пәтер, қандай да бір перепланировка болса, ішкі құрылыстары өзгерген болса, яғни соннан заключение об изменении площади алу керек. Және сол заключениемен байланысты мына алдыңғы мен айтқан құжаттардың бәрі сәйкес болу керек. Егер үй перепланировка болған болса, узаконить ету керек оны. Үйдің иесі сатып атқан. Көрдіңіздер да?
Сонымен болған жағдайда акт приемки передачи, акт ввода в эксплуатацию міндетті түрде керек. Кейбір азаматтар оны алып келмей жатады, договор купли-продажасын әкеледі, аналар бар формада жазылған, оны әкелмейді. Ол мен үшін керек емес, ол нотариуске керек болады. Жаңа сізбен келісімшарт жасататын кезде. Ары қаратай уведомление госрегистрациясын алып келеді. Міне, екінші нарықтан пәтер алсаңыз, осы құжаттарды жинайсыздар. Ар жақтан қалам ручкаларыңызды алып жазып отырсыздар ғой да, болмаса видеоны паузаға қойып, ақырындап жазып алсаңыздар болады. Немесе қайта қарап шығыңыздар. Сонымен бірінші нарықтан, первичкадан, отбасы банк арқылы, свой дом бағдарламасы арқылы үй алсаңыз, салынып жатқан үйден ешқандай үйді залогқа қоймай, онда тек қана строительный компаниядан письмо алып келесіздер. Яғни, өйткені ол үйлер жаңа КЖК дейді, Казахстанский жилищный компанияның гарантиясын алған, бұрынғы ФГЖС гарантиясы бар, және сонымен қатар отбасы банкпен келісімшартқа отырған үйлер. Яғни ешқандай дополнительный залог қоймайсыз, үй салынып жатқан жайында ала бересіздер. Ондай кезде тек қана сізден письмо от застройщика керек. Яғни жаңағы реквизиттарын береді, үйдің бағасын жазады, квадратурасын жазады. Болды, сонымен ғана келесіздер да одобрение алуға болады. Ары қаратай құрылыс компаниясына барып, договор долевого участия заключать етесіздер. Болды. Міне. Енді ремонтқа келетін болса, қандай да бір пәтеріңіз бар, соны ремонт жасайын деп жатсаңыздар, міндетті түрде смета расходов жазу керек. Міндетті түрде бұл смета расходов по шаблону банка. Оны кез келген отбасы банкының менеджерінен консультацияны сұрасаңыздар, сіздерге шаблон жібереді, сол шаблон арқылы смета расход толтырасыздар. Яғни мен обой жабыстырам, квадратурасы осынша, бағасы осынша деген сияқты. Сантехника ауыстырам, бағасы осынша, квадратурасы осынша деген сияқты. Көрдіңіздер, мысал ретінде айтып жатырмын. Сонымен қатар до ремонта фото. Қандай да бір пәтерді ремонт жасайын деп жатсаңыздар, оны бірінші суретке түсіресіздер. Размері 10-15 болу керек, минимум 6 штук фото. Сонан кейін үйдің құжаттары, әрине, мына жерде көрсетілген, немесе мына жерде көрсетілген үйдің құжаттарын алып келесіздер. Может, сіз бірінші нарықтағы үйге, может, екінші нарықтағы үйге ремонт жасайын деп жатсыз ба. Ары қаратай қайта қаржыландыру, рефинансирование. Яғни, екінші деңгейлі банктен справка о судной задолженности сұратасыз. Яғни сіздің бір үй алайын деп жатсыз, ол үй басқа бір банкте залогта болса, соны отбасы банк арқылы қайта қаржыландыруға болады. Яғни, сол банк жаңа залогодержатель дейді ғой, справка беру керек о судной задолженности, қанша қарызы қалған жөнінде. Өнен кейін копия банковского займа, копия банковского залога. Ол жаңағы сіздің қолыңызда бар, соның копиясын бересіздер. График погашения алып алсаңыздар, ол артық етпейді. Ары қаратай письмо согласия залогодержателя. Яғни сізге жаңа ана үйіңіз бар ғой, соны рефинансирование жасау үшін жаңа залогодержатель, екінші жаңа банк рұқсатын беру керек. Сол жайындағы письмо. Өнен кейін болды. Осы құжаттарды алып келіп рефинансирование жасауға болады. Жалпы осы рефинансирование бойынша қандай қадамдар жасау керек, ең бірінші не істеу керек, бөлек видео түсіріп берем. Бүгінгі тақырып осы, достар. Қандай құжаттар керек, достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрине осы видео ұнаса, лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат.